Алғаш рет ораза ұстаушыға 15 пайдалы кеңес. Кеңестерімізді бастамастан бұрын біздің видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда кеттік. Әне міне дегенше Рамазан айы келді. Ал сіз биыл алғаш рет ораза ұстап жатсыз. Санаңызды алуан түрлі сауалдар билеп қобалжып жүрген шығарсыз. Солай ма? Көп адамды ас сусыз бір ай бойы қалай аш жүремін дейтін сұрақтар мазалайтыны рас. Ал бір жағынан Аллаға ұнамды амал жасап сауапты алғысы келеді. Дұрыс па? Сонымен біз бұл тығырықтан қалай шығамыз? Біріншіден, сіз ораза ұстаған жалғыз адам емессіз. Бұл оразаны сізге дейін де миллион адам ұстаған, және Алла қаласа сізден кейін де қаншама адам жалғастырады. Және олардың бәрі де бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеді, өзгелермен қарым-қатынасын, мінезін түзеп алды. Енді бірі білім деңгейін жетілдіріп, рухани қуат аз қалды. Сонымен бірге ораза бір ай бойы аш жүру деген сөз емес. Бар болғаны сіз күндізгі ішетін тамақтарды енді түнде ішетін боласыз. Екіншіден, Алла тағала құдси хадисте адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған ораза мен үшін. Оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішімдіктен және жыныстық қатынастан тыйылады деді. Бұхари мен Мүслим жеткізген. Олай болса оразаның құндылықтары туралы, Алла алдындағы дәрежесі туралы толығырақ білуге асығыңыз, жиі еске алыңыз. Бұл сіздің оразаға деген құлшынысыңызды арттырады. Биыл ұстамай қояйын, келесі жыл бар ғой деген секілді ой келсе, қуылған шайтаннан Аллаға сыйыныңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Себебі адамдарды құлшылықтан тосу, азғыру лағнеті шайтанның ісі. Үшіншіден, шыдай алмаймын ау деген ой маза бермей жүрме. Ғалымдар адамдардың қарнына өз денесін 2 тәулік бойы алып жүруге жетерлікті деңгейде тамақ болатынын дәлелдеген. Осы тұста онда неге адамның қарны ашады деген заңды сұрақ туады. Расында неге? Естеріңізде ме? Әлгі итке жасалған тәжірибе бар еді ғой. Күнде бір кәнденге жүйелі түрде бір уақытта тамақ береді. Бірде иттің тамағын тесіп, ішіне түтік салады да, күнде дәл сол уақытта беретін тамақты әкелмей қояды. Сол кезде ит тыпыршып мазасыздана бастайды. Ал әлгі түтіктен шөл тамшылайды. Яғни адам белгілі бір деңгейде бір уақытта жүйелі түрде тамақтанып үйреніп қалғандықтан, қарны аш болмаса да асқазанынан сөл бөлініп, ол миға қарны ашқандығы туралы жалған ақпарат береді екен. Демек адам ашығып бара жатқандығынан емес, ең әуелі жүйелі келетін тамақтың келмей қалғандығынан қиналады. Ең бастысы тамақ ішуім керек еді деген ой аштыққа шыдатпайды екен. Естеріңізде болсын, Алла тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Төртінші, ораза тұтпауға өзіңді алдап, түрлі себептермен сылтау тауып алу оңай. Мысалы, кешке дейін жұмыста отырамын, аш болсам басым істемей қалады дейтін сылтаулар бар. Кофе ішіп, маңдайың жіпсіп отырғанда да басың істемейтін уақыттар болады. 10 сағат ұйықтап тұрсаң да, миың мең-зең болып жүретін кездер болады. Адам баласының сылтауы бітпейді. Ал келесі оразаға аман жетеміз бе? Жоқ па? Оны тағы бір Алла біледі. Бесінші, бірнеше жыл бойы Рамазан оразасын ұстап жүрген білімді, салихалы кісімен сұхбат құрыңыз. Кеңес сұраңыз. Тіпті оразаны бір рет қана, және биыл бірінші рет тұтқалы отырған адаммен де пікір алысыңыз. Алтыншы, ислам біздің ойымыздан, көңіл қалауымыздан тұрмайды. Бұл әлемдердің Раббысының діні болғандықтан ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін иесі ғана шешеді. Алла тағала Құранда Алланың тура жолынсыз көңіл құмарлығына ергеннен өткен адасушы бар ма дейді. Қассас сүресінің 50-ші аятында. Және келесі бір аятта: ей Мұхаммед, содан кейін сені істе, дінде, шариғат жолына салдық. Енді соған ер, және білмейтіндердің көңіл құмарына ерме дейді. Жәсия сүресінің 18-ші аятында. Сол себепті дерек көздері көрсетілген сенімді кітаптардан оразаны дұрыс тұтудың жолдарымен танысыңыз. Мешіт имамына барып кеңес сұраңыз.
7. Нашар әдеттеріңізді тастауға бел буыңыз. Ғайбат, өсек, өтірік айту секілді нашар қасиеттерді біртіндеп жеңуге тырысыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза кезінде кім өтірік айтуын және өтірік амалын асыруын тоқтатпайтын болса, ондай адамның тамағы мен сусыннан бас тартқанының Алла үшін қажеті жоқ дейді Бұхариде келген хадисте. Ал енді бір келесі хадисте: сендерден біреу ораза болған күні жаман сөздер айтпасын, даусын көтермесін. Ал егер біреу оны балағаттаса немесе төбелескісі келсе, ондайға расында мен оразамын десін. Бұл хадисті Бұхари және Муслим жеткізген. Және тамақ пен сусыннан бас тартып, күнәдан алыстамаған адамға бәлкім ораза ұстаушы өзінің оразасынан тек аштық пен шөлді ғана алар деген екен. Бұл асқазанның ғана емес, ойдың, көздің, тілдің, құлақтың оразасы екенін ұмытпаңыз. Күн тәртібіңізді біртіндеп өзгертіңіз. Себебі бұл айда күн тәртібіңіз күрт өзгереді. Тамақты басқа уақытта ішіп, ерте оянасыз. Асқазаныңызды таңертең едәуір тамақ жеуге үйретіңіз. Ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Теледидар мен ғаламторда отыруды сүйушілерден болсаңыз, осыдан бастап шекара қоя біліңіз. 9. Ауру сырқатыңыз болса, дәрігерге қаралыңыз. Қажетті ем-домды қабылдаңыз. Алла тағала адам баласына қиыншылық қаламайды. Оразаның денсаулығыңызға зиян тигізбейтініне көз жеткізіңіз. Ал егер айтарлықтай қауіп жоқ болса, Аллаға тәуекел етіңіз. Бәлкім осы құлшылығыңыз сырқаттан айығуға себеп болар. 10. Ал енді темекі шегетін болсаңыз, Рамазан бұл әдепсіздіктен арылуға көмектесетін ұлы мүмкіндік. 11. Егер әдетіңізге айналған болса, дүйсенбі, бейсенбі күндері оразасын әрі қарай жалғастырыңыз. 12. Намазыңызға бекем болыңыз. Нәпіл намаздарды, түнгі намаздарды жиілете бастаңыз. Әлі де 5 уақыт намазды толықтыра алмай жүрсеңіз, сауаптар еселенетін Рамазаннан кейінге қалдырмаңыз. Сонда сіз намазыңызбен, оразаңызбен Аллаға жақындап, көл-көсір сауапқа кенелесіз. 13. Күн сайын Құранды қолға алыңыз. Тәжвидті меңгермеген болсаңыз да мағыналық аудармасына көз жүгіртіңіз. Айтпақшы, неге осы айдан бастап тәжвидті үйренбеске? Асыл-арна телеарнасы ұсынатын жаңа жоба сізге 20 күннің ішінде Құран оқып үйренуге мүмкіндік береді. Әрбір әріп үшін 10 сауап беріліп, сауаптар еселенетін ұлы кітапты оқу расында керемет. 14. Арнайы дұғалар жаттаңыз. Рамазан айында дұға тілектер қабыл болатын ай болғандықтан Құран мен сүннетте келетін дұғалар жаттай беріңіз. 15. Ораза ұстауыңызға қарсылық танытатындардың болатындығына дайын болыңыз. Әдетте жанашыр адамдар сіздің денсаулығыңызды, қиналатындығыңызды ойлап қарсы келіп жатады. Алайда сіз барынша сабыр сақтап, оразаның қасиеттерін, негізгі мақсатын және оның денсаулыққа пайдасын жеткізіңіз. Бір кездері өзіңіз де білместікпен олар секілді ойлаған едіңіз. Енді міне, оларға да түсіндіретін кез келді. Кеңестеріміз кәдеңізге жарасын. Мейірімді Алла ұстаған оразаларыңызды қабыл етіп, күнәларыңызды кешірсін. Ал достар, біздің арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Пікірлеріңіз болса астына міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгінге осы. Ал мағлұматтар Асыл-арна телеарнасының әлеуметтік желідегі парақшаларынан алынды.